Бәріне сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Ерекше дәмді болып шығатын шоколадный сметанник рецептісімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін көріп, лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ерітілген сары майға қантты қосып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Қамырдың жасалу жолы өте оңай болып шығады. Бір жұмыртқа және де ұнды аз-аздан қосып отырып, жұмсақ қамыр елейміз. Қамыр дайын болғаннан кейін оны бөлме температурасында 20 минутқа тынықтырамыз. Ал енді начинкасына керекті заттар біз қайнап жатқан су, яғни водяная баняда сары май мен шоколадымызды ерітіп аламыз. Жұмыртқаны жақсылап араластырып, өз дәміңізге қарай қантты саласыздар. Және жаңағы дайындаған шоколадты массамызды барлығын салып, біркелкі етіп араластырамыз. Одан кейін сметананы пайдаланамыз. 400 грамм сметананы барлығын салып, оны да жақсылап біркелкі етіп араластырып аламыз. Какао мен крахмалды қостым. Ол міндетті емес. Какао қоспай қойса да болады. Қамырымызды дәл видеодағыдай жайып, формаға келтіріп аламыз. Менде бұл пирог 150 градуста 40 минутта дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Шоколад жақсы көретіндер үшін таптырмас десерт. Өте дәмді болып шықты.